Мемлекет кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау үшін тиімді тәсілдер қолданып жатыр. Атап айтқанда, гранттар, шағын және жеңілдетілген несиелер беріледі. Осы өңірдегі еңбекке жарамды халықтың 1/3 шағын және орта бизнес саласында жұмыс істейді. Аймақтағы кәсіпкерлердің санын айтарлықтай көбейту үшін мемлекет тарапынан қолдау шараларын күшейту қажет. Осы мақсатта арнайы ұлттық жоба жүзеге асырылып жатыр. Бірақ бұл туралы халықтың көбі білмей жатады. Сондықтан ел ішінде бизнесті қолдау саясаты туралы ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізу қажет. Тағы да қайталап айтамын. Аймақтағы кәсіпкерлікті қарқынды дамыту әкімдердің тікелей жауапкершілігі. Жалпы бұл саладағы негізгі мәселелер бәрімізге белгілі. Соның ішіндегі ең өзектісі ауылдық жердегі бизнес өкілдеріне несие беруге қатысты қиындықтар. Олар көбінесе кепілдеме талаптарына сай болмағандықтан және несиені уақытылы қайтара алмау себебімен өз істерін аша алмай жатады. Сондықтан кәсіп ашам деген азаматтарға жергілікті бюджеттен бөлінетін гранттық қолдауды арттырып, аймақтағы маңызды салаларға инвесторларды тарту қажет.